Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін муравейник тортын пісіреміз. Комнаталық температурада еріп тұрған майға қант саламыз. Бір кішкентай шым-шым тұз саламыз. Және сметана. Енді жақсылап араластырамыз. 400 грамм ұнға еленген 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Араластырамыз. Майға енді ұнды саламыз. Енді жақсылап қамыр илейміз. Қамырды бірден қолмен илеуге болады. Қамырды бір-екі рет басып, енді 1 сағатқа холодильникке қоямыз. Холодильниктен алған тестаны турап-турап қойдым, енді мясорубкадан өткіземін. 200 градуста қызып тұрған духовкаға 20-25 минутқа қоямыз. Міне, тестамыз пісті. Шет жақтары қарақ болса ертерек пісіп кетеді, сондықтан мен оны пісіп жатқанда ертерек тезірек пісқанын жоқ. Алып аламын да қалғанын қызарғанша пісірамын. Енді суытып қоямыз. Менің тестам 17 минутта пісті. Печеньеміз суығаннан кейін былай ұнтақтап ыдысқа саламыз. Ұнтақтарымыз дайын. Комнаталық температурадағы майды миксермен араластырамыз көпіргенше. Бір ас қасықтан вареная сгущенка саламыз. Майды мен сияқты қатты еріп жібермеңіздер, комнаталық температураға дейін ерсе болды. Жаңағы ұнтақталған печеньемізді саламыз, араластырамыз. Ыдысқа салып жатырмыз. Горка сияқты қып жасаңыздар. Енді мына торттың бетіне шоколадная стружка, крошки, какао, сахарная пудра себуге болады, мак себуге болады. Мына тортты енді холодильникке 1 сутка қоямыз. Немесе 2 сутка тұрса, одан да күшті болады. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.